Ассалаумағалейкум, бұл шын тарих. Ашаршылық сұмдығын білсек те, қалай болғанын және сол уақытта аш жұрттың басынан кешкендері туралы баяндаймыз. Жетеу Нұрманов 1922 жылы туған. Жаңаөзен қаласының тұрғыны. Адамдар қара қарғалар сияқты есектің етін жейтін. Інім, қарындасым үшеуміз детдомда қала бердік. Шикі бұламық жеп күндіз түні өліп жатқан балаларда есеп жоқ. Өлгендерін детдом жанындағы ойпаңдау жерге 2-3 күрек тереңдік қазып, шұңқырға бірге көме салатынбыз. Детдомның 4-5 күшігі қара ала иті бір түнде жоқ болып кетті, ашыққандар ұрлап кетсе керек. Детдомның алдынан Қоңыратқа апаратын жолда кетіп бара жатып, қолдарында пышағы бар арықта отырған адамдарды көретінбіз. Олар базарлап кеткен адамдардың иттері мен есектерінің қарындарына пышақ тығып, шек қарны шұбатылған есек құлағанда 20-25 адамдай топ кәдімгі қара қарғалар ұқсап жабылып, тиген жерінен кесіп алып жататын. Алтынбек Төлеков 1916 жылы туған. Жаңаөзен қаласының тұрғыны. Қаланы аш адамнан тазалау үшін көжеге у қосыпты. Ташкент қаласында босып жүрген 5-14 жас аралығындағы қазақ балалары әскерлерден қалған тамақтың қалдығына таласып төбелесетін. Әскердегі кілең орыстың ішіндегі жалғыз қазақмен болғандықтан, балалар аға кеңдеп терезеден телміріп тұратын. Мен бар нанды лақтырып жіберемін. Ас пісірушілер қуып жібергенде олар ит құсап әр жерге барып шоқиып отыратында көп ұзамай қайтып келетін. Троицк лагері жанынан өтетін Қарасу деген су бар еді. 1932 жылы күзде сол судың жанындағы тоғайда көп қазаққа қазан асылды. Өзбекстан Компартиясы орталық комитетінің төрағасы Файзулла Ходжаевтың бұйрығымен көже пісіріліп, аш балаларға тамақ берілді. Көжені ішкен балалар өліп қалды. Сөйтсе, қаланы аштардан тазалау мақсатымен көжеге у қосылған екен. Зәмін Сүлейменов 1916 жылы туған. Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Задария совхозының тұрғыны. Көметін жер болмай, өз үйлерін молаға айналдырдық. Жұмыс істегендерге күніне 500 грамм бидай беріп отырды. Ал колхоздың жұмысына шығатын адамы жоқ үйлерге ештеңе берілмеді. Аштықтан өлгендерді жерлеуге шамамыз келмегендіктен, үйлерінің тіреу ағаштарын өгізбен сүйретіп, үйлерін құлатып, өз үйлерін молаларға айналдырдық. Дәметкен Шотбаева 1894 жылы туған. Қызылорда облысы Шиелі ауданы Жақаев колхозының тұрғыны. Өлгендер көмусіз жата беретін. Жұмыс істегендерге қасықтап дәм беретін. Колхоз бір келі астық берсе, оның жартысын басқарма белсенділер алып қоятын. Бас көтеру болды ма дейсің, қарағым, қайдан бас көтересің? Үлкен адамның көбін қамады. Ұстап әкетіп, атып өлтірді. Соғыс сот деген болған ол уақытта. Өліп жатқандарға ешкім қарамайтын, көмусіз жата беретін. Аштықта өз баласын өзі суға тастағанды да көрдік. Рәзия Тәжібаева 1916 жылы туған. Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Талдыөзек ауылының тұрғыны. Көжеге қолын тығып жіберіп, соны талғажау ететін. Аш адамдар базарда табан нанды ала қашатын. Иесі артынан тұра қуса, қашып бара жатып нанды аузына тығып, шайнамай жұтып жіберетін. Біреулердің ішіп отырған атала көжесіне қолын тығып жіберіп, қашып бара жатып қолын жалап, соны талғажау ететін. Дүкенші Толқынбай, ет алушы Исақжан Сарт, дүкенші Мырсыдық Сарт, осылар тоқ болды. Кейіннен халықтан қорқып, бар тамағын іше алмады сорлылар. Өкімет пратпамыш деген бірдеңе берді. Оның өзін детдом ашып, баласы бар әйелдерге берді. Оған кім жараған? Қырылғаның бәрі қазақтар. Көп адам сыртқа тентіреп кетті. Сырттан бізге келіп жатқандар да бар. Кімді кім біліп болғандай? Әйтеуір, қырылғаның бәрі қазақтар. Ой, адам көп қырылды ғой. Талқанын құшақтап аштан өлген әйелдің баласы емшегін еміп жатқанын көзім көрді. Кейбіреулер баласын бесігімен тастап кетті. Тышқан мен құрбақаны қолы жеткендер ғана жеді. Өлгендердің бәрін желдиірмен деген жердегі шұңқырға көме салатын. Өкіметке қарсы шығуға бәрі де қорқатын. Сіңлім Мәрзия екеуміз әкемнің Мақсым деген тамыр орысының үйінде жүрдік. Әйелі, балалары бар. Қазақшаға судай. Ол кезде Шу өзенінің суы көп. Әлгі орыс өзеннен балық аулап әкелетін. Кейде бірнеше адам жабылып, оның аулаған балығын тартып алады екен. Тышқан, құрбақаны қолы жеткен адам жейтін. Адам жегендер де болды. Тек 2 табан, 2 алақан, 2 беттің ұшы ашы болғандықтан жемейді екен.
қалғанын жеп қояды. Орман деген байдың баласы киіз үйдің ішінде өліп қалса, біреулер үйдің оғын сындырып, әлгінің санын жеп кетіпті. Бір ішкен тамақ үшін 7 адам Ұзыншаш дегеннің басын кескен. Жұлдызай Исмайылова 1917 жылы Іледе туған, еркектер тамақ үшін қатынын сатқан. Сол жылы қыс қатты болды. Ішуге тамақ жоқ, ел қырылып қалды. Еркектердің көбісі тамақ үшін қойындағы қатындарын қырғыздарға сатқан. Малдың бәрін тартып алған. Ел атқұлақ, шырмауық, жаужұмыр, желкек, қояншөп деген шөптерді қорек қылды. Мауия Тасекеева 1905 жылы туған, баланы жеймін деген шалға кемпірі араша түсті. Мойынқұмға арқадан ауып келгенбіз. Байдың қыз келіншектері алтын күмісті кебекке айырбастайтын. Әкем бізді далаға шығармайтын. Ештеңесін алмаңдар, алтыны өздеріне дейтін. Кейін Жамбылға кетіп бара жатып жолда талайды көрдік. Бір шал 5-6 жасар баланы жеймін дейді. Кемпірі таласып бермейді. Ақыры кемпірі баланы алып бөлек кетті. Әліқұл Абданбаев 1912 жылы туған, өзімізге өзімізді айдап салатын. Біз бай баласымыз, құмда тұрдық. 1928-29 жылдары Кәмпеске жүрді. 1930 жылы әкем 3-4 күн ауырып өлді. Халық жауы дегенге ілікпей қалды. Өлмегенде ит жеккенге кететін ел. Өкімет малды сыпырып алды. 1931 жылы Луговой, Әулиеата, Меркі жаққа қаштық. 1932 жылы Қырғыз асып, Қарабалта, Пішпек, Ақсуға аудық. Қарабалтада өлгендерді жинап, өзекке төгіп, өртегендерін көрдік. Өзімізді өзімізге айдап салатын. 40 жыл қырғын болса да ажалды өлет дегендей, сол ашаршылықтан тірі қалдық. Қырғызда жүргенімізде қырғыз кемпір картоп ектіреді. Түнде барып сол еккен картобымызды қазып алып жейтінбіз. 1933 жылы ағам мені ауылға ертіп әкелді. Көрмегеніміз жоқ. Есек жедік, ұстасақ тасбақа, қарғаның балапанын жедік. Жаужұмыр деген тамыр жемісті жабайы өсімдік бар. Картоп сияқты. Соны отқа көміп жейміз. Көп жей берсең ол да ауру қылады. Жұмжыма Назарқұлов 1902 жылы туған, киіз, арқан, көң пісіріп, тапсақ тасбақа жедік. Ашаршылықта көп адам қырылды. Киіз, арқан, көң пісіріп жейміз. Тапсақ тасбақа жейміз. Ол құр шандыр болады екен. Жұмыртқасы көп болады. Біздің жұртта 5-6 үй қалған. Әлімбай дегеннің тамына барса, іші тола бас дейді, көбі әйелдікі. Содан Бейсенбай деген дәу жігітті үкімет ұстады. Сабыр Ахметов 1920 жылы туған, аш кемпір мені бас салды. 1932 жылы Гуляевкадан, қазіргі Мойынқұм, интернат ашылды. Оны ұйымдастырған Қазақстан басшыларының бірі Ораз Жандосов болатын. Мені сонда берді. Интернатта көп бала аштықтан әрі аурудан өлді. Өлгендерді сүйретіп апарып шұңқырға көмді. Бірде тышқан аулап жүріп бір кемпірге кездесіп қалдым. Шашы жалбырап, мені бас салғаны. Ары-бері жұлқынып, әзер босанып шықтым-ау, әйтеуір. Әйтпесе әлгі кемпірге жем болар едім. Мәке Молдабеков, Алматы Оязы Қаракемер ауданы Сарытау ауылында 1910 жылы туған, Жүсіпбек шал өлген баласын пісіріп жеді. Сол кездері көрнектіні көрге тық, орташаны орға тық, кедейдің кеңірдегін сық деген ұран шықты. Ешкімді аяған жоқ. 1931 жылы Қарағанды, Балқаштан Жалаңашқа 300 түтін алып келді. Ел онсыз да аш. Берейін десе өздерінде еш нәрсе жоқ. Колардың ішінде өздерінің аштан өлген балаларын пісіріп жегендер болды. Мысалы, Жүсіпбек деген шал өзінің аштан өлген баласын пісіріп жеген. Балаларын жұртқа орап тастап кеткендер де өте көп болды. Себебі оны көтеріп жүруге шамасы жоқ болатын. Махан Құрманқұлов 1924 жылы туған. Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Жаңатұрмыс ауылы, біреулер сойып жеп қояды деп мектепке жібермейтін. Басқалар сияқты біздің де малымызды тартып алды. Әкем Құрманды ауқатты деп айдап әкетті. Әкемнің інісі Молдағұлды Байсеркеге оқуға алып кетті. Молдағұл ол жақтан қашып келіп, жанына балаларды жинап, ұрлық, тонаушылық жолына түсті. Молдағұл келе жатыр дегенде, бүкіл орыс, қазақ, ұйғырлар тік тұратын. Ол үкіметке де бағынбады.
Сол ашаршылық кезінде біздің үйге бір орыстың сиырын ұрлап әкеліп сойып берді. Сол сиырдың етін түнде асып жеп күн көріп, аштан аман қалдық. Мен мектепте оқитынмын. Өзім толық болдым. Молдағұл ағам біреулер сойып жеп қояды деп мені мектепке жібермей қойды. Загүл Молдабайқызы 1908 жылы Қапалда Күреңбай қыстауында туған, баласын бейітке тастап кеткен. Аштық жылы үйде тығылып отырып тамақ ішетін едік. Базарбек деген кісінің есік алдында аштан бұратылып өліп бара жатқанын өз көзіммен көргенмін. Сол кезде адам сыйлау деген жойылған болатын. Бір туысымыз отбасын алып бажасыныкіне барса, бажасы жақтырмай, тек балдызын алып қалып, күйеуін жас баласымен кіргізбепті. Ол кісі баласын көтеріп, зираттың қасынан өтіп бара жатып, ашық тұрған бейітке баласын тастап кеткенде, өзі қаңғып жүріп өлген. Өтеген Молдабаев 1906 жылы Майбұлақ колхозы Жүзім ауыл советінде, қазіргі Шымкент облысы Ленин ауданы Жаңабазар сельсоветінде дүниеге келген. Атанам мені тастап қашып кетті. Ашаршылық кезінде әке-шешем мені тастап Ташкентке қашып кеткен. Сол кездерде тақиядай нан 10 сом болған. Сонымен бірге ашаршылыққа оба ауруы қосылды. Әбдікәрім Тоғаев 1912 жылы туған. Шымкент облысы Ленин ауданы Ленин селосынан бізді аман алып қалған Ташкент. Жергілікті жерден 10% адам қырылды. Бізді аман алып қалған Ташкент, ал енді осы жерден Ташкентке дейін жол бойында адамдар қырылып жататын. Олардың көбісі ауылдан келгендер еді. Өліп жатқан адамдардың бетін жабу үшін Тұратан Қодар деген диірменшіден арпа ұн әкеліп, адамдарға азырақ ауқат беріп тойдырып, өлгендердің жүзін жасырып көндіретін. Ескі құдыққа, шұңқырларға тастай салатын. Үзімбала Оразова 1907 жылы қаңтарда Қызылағаш, бұрынғы аты Бұқпанның құймасы, селосында туған, үлкен ұлын сойып жеді. Бір шал қайтыс болған екен, бұрын бай болған, жерлегеннен кейінгі түні 2 жас жігіт қазып алып жеген. Ақадырда елі жағынан туысымыз болған. Сол кісінің 2 ұлы болатын. Бірі 3-те, екіншісі 6-да. Туысымыздың көршісі, жейтін тамақ жоқ, балаларыңа не бересің, қалай асырайсың? Олар сені өлтіреді, не болмаса аштан бұратылып өзің өлесің. Одан да біреуін сойып жейік деп азғырған. Содан екеуі үлкен ұлын үйінде сойып жепті. Қанша дегенмен ет таусылып, екінші ұлын да сойып жеген екен. Кейіннен сол кісі әйелі екеуі мосымен шөңкені алып, дала кезіп кетеді. Бір күні Қапалға барып, жалғыз қайтып келе жатқанмын. Өзім ол кезде денелі етті болатынмын. Сөйтсем, әлгі туысымыз, аты Ерболсын еді. Қырман маңында қаңғып жүр екен, мені көре салып, қуалап берді. Қанша айтқанмен адам етін жеген әлсіз болады ғой деймін, мені қуып жете алмады. 2-3 күннен кейін ауыл адамдары Ерболсын мен әйелінің мая түбінде өліп қалғанын көріпті. Бұл оқиға наурыз бен көкек айының арасында болған еді. Ағайынды 8 үйден мен, Үзімбала, 7 жастағы Керім, оның шешесі Қырғауыл үшеуміз ғана тірі қалдық. Өлмейтін адам өлмейді екен, мен қара су ішіп тірі қалдым. Мәжікен Сәрсенбаев 1924 жылы туған, құлқын үшін жемтік іздеп бас ауған жаққа қаңғып кетті. Сол кездері терезеден қарай қалсақ, көшеде өліп жатқан қазақ, жұрт оларды аттап өтеді. Адам өліп қалыпты деп жатқан ешкім жоқ. Өне бойы ісіп кеуіп көзінің алды күлтілдеп, аяғын әрең алып бара жатқан ашары. Күні-түні есік бекітулі, тірі жанды үйге кіргізу жоқ. Кіріп келсе, шамасы барлары өңештен өтетінді тартып ішіп жеп кетеді. Тезекбай Құсайынов 1927 жылы Іле өңірі Сартауқым деген жерде туған. Адам мал құрлы болмады. Көптеген үйлер қаңырап бос қалған. Сол үйлерден Шеңгел, Ши түбінен шашылып жатқан адам өліктерін көретінбіз. Адам өлімі, мал өлімі құрлы болмаған. Негізі, кісі етін жеу Ақкөлде болған. Сол жерде өте қалың шеңгел болатын. Ортасында Бақанасқа қарай шығатын жол бар. Шеңгел түбінде бұғып жатып, 1-2 адамды ұстап алатын көрінеді. Адамды ұстағанда ойбайлайтындықтан, ол жер ойбай шеңгел атанған. Смағұл Сәдуақасов, Алаш қайраткерінің жазбаларынан. 30 жылдың басынан 1935 жылдың аяғына дейін бұрынғы Әулие-Ата, қазіргі Жамбыл, Тараз қаласында Завет техникум директоры болдым. 1932, 33, 1932 жылдар аралығында ашыққан адамдар қалаға сыймай кетті. Бұлардың көбі Сарысу, Талас ауданынан келген.
Қалаға жақын жерде, Талас өзенінің оң жақ бетінде, Свердлов атындағы қазақ колхозы, онымен араласып жатқан Красная Заря деген орыс колхозы болатын. Мен барғанда орыс колхозындағы адамдар үй жайларын тастап кетіп қалыпты. Қазақ колхозындағы халықта азық жоқ. Алды аштан өле бастаған. Сол кезде ашыққан халық түнде қораға кіріп, малдың сан етін кесіп әкетіп жүрді. Бір күні Свердлов колхозына қаладан 3 адам келді. Біреуі мені оңаша шақырып алып Алматыдан келгенін, фамилиясы Петров екенін айтып танысты. Ұлты якут екен. Ол менен осы ауылда біреу кісі сойып жепті ғой, білесің бе деді. Мен білмейтінімді айттым, шынында да ондайды естіген жоқ едім. Артынша ол, қазір бір жерді тінтіп көреміз, сойылған адамның қалған еті сол жерде болу керек. Кәне солай барайық деді. Ол кезге дейін өлген кісіні көрген жоқ едім, соны айтып, бармасам қайтет дедім. Петров күліп, қашанғы көрмей жүресің деді де мені қолтықтай жөнелді. Ауыл совет, колхоз бастығы, бригадирлер бар, бір үйдің алдына бардық. Петров, бір-екі жігітке үй алдындағы күресінді көрсетіп, осы жерді қазыңдар деді. Сол жерден жаман тонға ораған адам сүйегі шыға келді, денесі мүшеленген, басы денесінің үстіне салынған, аузы ысиып, тістері ақсиып тұр. Ерінің үстінде селдірлеу мұрты, иегінде шоқша сақалы бар, жасы 40-50 шамасында. Петров мүшеленген денені түгендеп, жүрегі мен тағы бір денелерінен басқасы түгел екенін айтып, акт жасады. Оқиға былай болыпты. Меркеде Баянды деген болыс болған. Соның жалғыз баласы ашыққан соң ертеректе осы ауылға ұзатылған апасын іздеп келсе, ол апасы үй ішімен аштықтан қаңғып кеткен екен. Соң апасының көршісі бір әйелдің үйіне қонады. Келесі күні екінші көрші әйел тауығын іздеп жүріп, әлгі әйелдің қорасының тесігінен қараса, үй иесі әйелдің адам сойып жатқанын көріп, ойбайлап қаша жөнеледі. Ауыл адамдары бұл істі ешкім білмесін деп жасырса керек. Егіс жұмысы басталған көктем кезі. Бір күні колхозға обком хатшысы Васканов деген келеді. Жер батпақ болғандықтан фаэтон арбамен келіпті. Сонда арық тазалап жатқан адамдарға қарап, өзі алма жеп тұрып, өздері ашпа, қалай дейтін көрінеді. Бір күні егіс басынан келе жатқанда ауыл совет төрағасы кездесті. Анау шеткі ауылда тағы біреу адам етін жеді деген хабар естіп, соған бара жатырмын. Бірге барып анығын біліп қайталық деді. Шеткеріректегі үйлердің көбі қараң қалған, тірі жан, не мал жоқ, тіпті иттер де қаңғып кеткен. Шеткерірек бір үйге барып аттан түстік. Үй іші моладай ызғарлы екен. Үйдің оң жақ жанына таман көрпе сияқтанған бір денеге оранып, жасы 30-дар шамасындағы бір жігіт жалғыз жатыр. Сақалы өскен, көзі шүңірейген. Әлсіреп әрең жауап берді. Ауыл совет әлгі жігіттен, біз бір хабар естіп келіп отырмыз, сендерді адам сойды дейді. Рас па дегенде, ана жігіт азарда безер болды. Ауыл совет, әй пәленше деп жігіттің атын атады. Өзіңнің жатқан түрің мынау, құдайдан жасырмағанда адамнан жасырып қайтесің, шыныңды айт. Тоқтық не дегізбейді, аштық не жегізбейді. Бұл аштық жалғыз сенің ғана басыңда емес, елдің бәріне келген апат қой дегенде ғана ана жігіт біраз күмілжіп барып, сондай бір іс болды. Отағасы, қайтейін, амалым қалмады деді жыламсырап. Болған уақиғаны жігіт деміге сөйлеп айтып берді. Бұл жігіттің ертеде басқа жаққа ұзатылған апасы аштықтан қаңғып төркініне келеді. Төркін дегенде басқалары өліп, осы інісі қалады. Бірте-бірте үйдегі азық таусылады. Жерлік ештеңе қалмайды. Сөйтіп отырғандарында қаладан бір баукеспе ұры ағайындары келіп қонады. Жейтін дәнеңе жоқ, бәрі де аш жатады. Ертеңгісін апасы ауыл жанындағы Красная Заря колхозының картоп еккен орнында қалған құтқан түйнек болса теріп келейін деп жиналып жатқанда інісі, апа неде болса жейтін бірдеңе тауып қайт, әйтпесе өзіңді сойып жейміз дейді. Апасы түске таман бос қайтады. Қарағым-ай, жұрт түк қоймаған екен, ештеңе де таба алмадым дейді. Інісі, ендеше, апа, өзіңді соямыз дейді. Қарағым, сен аман қалсам болғаны, сенің жолыңа мен құрбан деп кеңірдегін оттың басына қарай соза бергенде, сол жерде пышағын жанып отырған ұры әйелді тамағынан пышақпен тартып жібереді. Соң әйелдің сан етін кесіп алып, үй иесі екеуі асып жейді. Қалған еті қайда дегенімізде жігіт, ұры қорада құлаған жабындының астына тастадым деген деді. Қораға шығып, жабындының астын ашып қарағанымызда, 2 сан еті кесілген орта жастардағы бір әйелдің денесі жатқанын көрдік. Соң ауыл совет адам жинап, әйелдің денесін көмдірді.
Осы күні демографтар сонда қанша адам қырылғанның санына жете алмай жүр ғой, жету қиында. Ақтабан шұбырынды дейміз. Хиросима, Нагасаки дейміз, бұл екеуі де жаугершіліктің зардабы ғой. Ал мына қырғында адамдар көңілсіз қалды. Тек Қазақстанда ғана емес, ашаршылық Украина, Еділ, Кубань жақтарында да болды, бірақ олар тап біздегідей шектен асқан жоқ. Халық осындай күйзеліп аштан қырылып жатқанда, Сталин мұның бәріне бүлк етпей, социализм құрудың шығындары деді бір сөзінде. Қазақша арнаға тіркеліп қолдау көрсетіп.